Қайырлы күн достар, Айқап подкастының кезекті бөлімі. Көп күттіріп, міне сіздердің алдарыңызға қайтадан шығып отырмыз. Бүгін біз Астанада өткен 5-ші көшпенділер ойыны туралы әңгіме айтатын боламыз. Бүгін менде қонақта Қырғызстаннан келген достарымыз бар, және өзіміздің Астанадағы достарымыз. Бүгін бізде қонақта Жаратман медианың продюсері Изат, тележүргізуші, журналист Азамат Әбілқайыр, Қырғызстандағы ұлттық телеарнаның спорт комментаторы Бексұлтан, және осы подкасттың досы, YouTube продюсер Жанасыл. Жігіттер, қуаныштымын көргеніме, Изат сені көргеніме қуаныштымын. Біз Изатпен осы 3 ай бұрын ғана танысқан едік. Ыстықкөлде, керемет бір 3 күндік бір үлкен іс-шарада, летняя школа, жазғы мектепте сөйтіп танысып, араласып, міне қазір Астанада осы подкаст жазып отырмыз. Қош келдіңіздер. Қош болдық. Енді көшпенділер ойыны ең бірінші рет Қырғызстанда өтті, екінші рет те Қырғызстанда өтті, үшінші рет те Қырғызстанда өтті, төртінші рет Түркияда өтті, енді міне 5-ші рет Астананың төрінде өтіп жатыр. Жалпы сіздер енді Грекия олимпиаданың авторы болса, отаны болса, көшпенділер ойыны ол Қырғызстанда пайда болды. Енді Астанаға келдіңіздер ғой. Ең алдымен қандай әсер алдыңыздар Астанадан, көшпенділер ойынынан, ұйымдастырудан, жалпы осы жайлы айтсақ? Мен баштайын. Саламатсыздар ғой, қандайсыздар? Мен абдан үміттімін. Сен көрермандарың, жалпы біз қырғыз тілінде сөйлессек, қырғыз-қазақ бір туған деп қояды. Қырғыз-қазақ бір-бірін келечекте тағы эле өз тілінде түшүнө алат деп ишенем, үмүттөнөм. Мен атым Изат, Жаратман медианың продюсері болом. Ошо алмас айткандай биз Ысык көлдө Радуга деген пансионатында бир иш-чарада, книжный клубта таанышып алган болчубуз. Ошондой эле абдан көп сүйлөшүп, көп баарлашып, ошо Астанага келип калып, бияка чакырганыңа чоң рахмат. Биз ана жазгы мектепте былай болды. Жазгы мектепте энди күнү бою не болады ғой? Сабактар болот, сондай болот. Біз түнімен жүреміз, Изаттармен. Одан кейін таңертең сабаққа тура алмаймыз ғой. Ошондой болгон. Көчмөндөр ойыны чын азаматтар абдан жакшы өттү. Мындай организатор абдан мыкты жасашты. Жалпы бир да суроо болгон жок. Мен негизи көп интернетте иштеген үчүн эң биринчиден Wi-Fi разымын. Ошондой ылдамдык бат Wi-Fi көргөн эмесмин. Ошо интернет жылдамдыгы Астанада. Жок, Астанада эмес, ошо пресс-центрда жана эмеде уюштуруучулар жасаган жерде. Жалпы эч жерден мындай чектөө көргөн жокпуз. Жакшы өттү, мындай уюштуруучулар, азамат. Ашылуу салтанат кандай болду? Могу жерден биз кирбей калдык. Биз звондамадым. Айтканжасыз белек. Жок, айткан эмес. Жок, кирбей калдык. Сендер ресми келген жоксуңар ма, калай кире алмадыңдар? Бир түшүндүрүп коеюн. Негизи мындай болуптур да. Уюштуруу жактан кетти деп да айтса болот, бирок айткым келбейт. Мындай болду. Биз келгенде аккредитация өттүк да, биз журналист катары бардык. Аккредитация өткөндөн кийин биз сурадык, мына силерде могу бейджикте жазылып турат, ол депчи, бар жерге өтө аласыңар деди. Ар бир жерден мындай информацияга чектөө жок деди. Кайсы жерге барасыңар, бар жерден силерге акысы бар, өтсөңөр болот деди. Биз ойлоп койдук, анда ачылышка да барат экенбиз депчи. Бирок ачылышка келгенде биз гана эмес, бар журналисттерди киргизген жок. Биз биз баары бир көрүшүбүз керек деп билет издеп баштадык. Билеттер жок. Билет сатылган жокпу? Ол енді былай түсіндіру керек, оны 3 елдің президенті келді ол жерде. Сондықтан аккредитация енді барлық спорт түрлерінен болғанмен ашылу салтанатына бәрібір қауіпсіздік үшін ерте жинады аккредитацияны, журналистерді ерте жинады. Ол енді протокол ғой енді. Солай деп түсіну керек, өйткені Қырғыздың президенті келді, Өзбектің президенті келді, Қазақстанның президенті болды. Түркиядан қауымдастық өкілдері келді. Қауымдастық өкілі. Сондықтан бұл жерде
бұл жерде енді сол президенттердің болған себебінен қауіпсіздік енді қауіпсіздіктің бір несі болды ғой. Сондықтан енді Қазақстаннан тек қана бір екі адам емес, ат төбеліндей жалпы Астанадағы неше адам сияқты? Үлкен ғой жер. Мысалы 30 мың адам Ең үлкен стадион. 30 мың адамды уже бір 2 сағат 3 сағат бұрын жинады ғой. Сол себепте де сондай мәселелер туындаған шығар. Жаңа түсінеміз, негізі біз сразу эле түшүндүк, президенттер келгенден кийин коопсуздук туралы кылды экенин түшүндүк. Просто биз президенттерден айтып койсо болмок экен деп калдык да. Айтып койсо бармак деле эмес, барып алганбыз да, биз киребиз деле журналисттер. Жалпы не кыргыз делегация мүшелері ашылу салтанатын көрген не айтып жатыр? Сонда да Не ұнады дейді? Бізде кээ мындай болуп калат да, өтө созуп ийбиз да. Концерттин программаны аябай көп коюшат да, аябай баарын эле тыгып беребиз. Бирок бияктан ошол көргөндөр айтты, мен коллегаларым кирген, мындай баарын кыска кылып, баарын батырып, мындай көп созбой, элди көп кыйнабай кылды дейт. Эми телевизордон да көрдүм, мындай кооз болуп турду. Ооба, мындай YouTube'тан көрдүм, сонун кооз болду дейт. Жалпы ооба, алмас айткандай эми кыргыздар билбейм, келечекте балким ар дайым эле кыргыздар эң биринчи чыгар могу эмесине, маршыначы. Биринчи чыкты ғой. Ол ана Олимпиадада Грекия биринчи чыгады ғой. Сол сыяктуу кыргыздарды осы көчпендилер оюнунун автору ретинде биринчи чыгарып. Жалпы Адем сыйластык көрсөттү. Албетте казактар эң көп болду, жалпы спортсмендерден. Андан кийин биз болдук, андан кийин Өзбекстандан болду. Ресейден көп болду. Орусиядан көп болду. Бир нерсе аябай сонун болду, биякта аябай биздин ошол эми башкаларды айта албайм, бирок биздин делегация кыргызстандык ошол спортчуларга аябай жакшы мамиле болду. Негизи эле уюштуруу жакка сөз жок такырчы. Волонтерлордун саны 1,5 миңден ашты. 3,5 миңби? 3,5 миң волонтер бүт жакта болду го. Волонтерлор көп болду, уюштуруу негизи эле жакшы болду. Менин оюмча ушундай деңгээлде өткөзүш керек көчпөндөр оюндарын. 3,5 волонтер болду, жана сонун 3 мыңдан астамы 3-4 тілде еркін сөйлейтін жастар деді ғой. Тілден болгон жок да акыры. Бияктан проблема анткени американецтер келип сүйлөгөндө эле баары эле сүйлөп атты. Ошто волонтерлор азаматтар. Жалпы насихат калай болду, сендерге жетти ма? Насихат дейм. Реклама, жарнамасы. Чын айтса болгон деле жок го, жалпы биз билбейбиз да, биз кандай Кыргызстанда кандай болуп атканын көргөн жокпуз да, биз бияктан бир апта болду осундамыз десек. Оюн башталар алдын, мисалы 2 ай бурун, 1 ай бурун. Кадимки жаңалыктар жетип аттымы, болот деген. Жалпы биз билебиз да, анткени биз күйөбүз да, биз ошо оюндарга даярданабыз да. Мисалы тиякта биздин спортсмендер даярданат, ошо жөнүндө чагылдырат да, ошо жерден албетте билесиң. Кантип билбей коесуң. Анан еще мындай болуп атпайбы, сиз айткандай ошо көчмөндөр оюндары Кыргызстанда пайда болгон, анан кийин биз өз үстүндө жүрөбүз да көчмөндөр оюндар, анан бизге өзүнчө бияка биз эмес бар да, ушул оюндарга сүйүүбүз бар, өзүнчө бир мамилебиз бар. Ошондуктан бүт баары күтөт да Казакстан кандай өткөзөт болду экен депчи. Анткени буга чейин тилекке каршы Түркия мамлекети фестиваль катары өткөзүп койгон да. Ошол жака барганда айтат мындай медальда жана сыйлоо азем деп коет го. Ошолордо дагы кыйынчылыктар болду, гостиницада кыйынчылыктар болду. Негизи эле өтө оор өткөзүп, спортчулар да кыйналып калды да. Анан монусунда кандай өткөзөт болду экен Казакстанда биз билген жокпуз да. Казакстан мындай толук мындай жоопкерчилик менен алып барабы ушуну, же жөн эле мындай как фестиваль катары эле уюштуруп коебу деген күмөн болгондо, кандай болуп болду экен билбейбиз да биз, бирок ошону күткөнбүз да, аябай кандай болуп болду экен, кызык болду. Анан кийин сыйлоо аземи башында эле ошол ачылыш аземи болду. Телевизордон көргөндөн кийин ошондо эле түшүндүк да, жакшы болуптур депчи. Демек мындай. Ону мен сураганым, туристтер келдиме? Кадимки көрөрмөн ретинде. Турист ретинде. Кыргызстандыктар толду. Биз эми ресми статистика боюнча туризм және спорт министрлиги 100 мыңга жуық турист келет деп айтты. Енді мен 100 мың санаймайсың ғой. Бірақ былай 100 мың болмаса да бір 70 мың болған сияқты деп ойлаймын. 100 мың ол шетелден, жалпы. Ал 2800-дей спортшы келді деді. 5-ші дүниежүзілік көшпенді ойындарының ашылу салтанаты жайлы айтып жатырмыз ғой. Шынын айтқан кезде бір жерде екі нәрсені айтуға болады да. Мысалы, күні кеше ғана Париж олимпиадасына, Қытайда өткен Ханчжоу Азия ойындарына барып жүрген әріптестерімізде ашылу салтанаты олардан кем болмады деп жоғары деңгейде айтты. Екіншіден, түрік мемлекеттері арасында енді
Қазақстанның ашылуы салтанатына өте көп көңіл бөлуі бұның өте маңызды екенін көрсетті да. Үшіншісі, енді қызық басталады да. Өйткені бір Астана дүниежүзілік көшпенді ойындар ашылу салонының потологын көрсетті ғой. Енді мәселен үлкен стадионымызды, ең үлкен стадионды жалдады, енді инфрақұрылым бәрін дұрыстады. Енді қызық жаңағыдай Қырғызстанда келесе, Қырғызстанда өтсе, мысалы Әзербайжан, Өзбекстан қабылдайды ғой әрмен қарай. Енді бұл қарқын алмаса баяуламайды, сонысы жақсы да. Планкасын одан ары көтере береді, планкасы көтеріле береді енді. Жақсы бұл. Бізге дағы аябай чоң жоопкерчилик. Анткени Қазақстан эгерде ушундай деңгээлде өткөзсө, ачылыш аземин сөзсүз түрдө биздикилер да көрөт да, кой, биздин оюндар болгондон кийин биз дагы будан ким өткөзбөш керек деп туруп, бизге дагы чоң жоопкерчилик болуп калды да бияктанчы. Жакшы негизи ушундай көрүнүш болуш керек. Эң башкысы, менин оюмча, Париж Олимпиаданын ачылыш аземин көрдүк, ага караганда мындай сөзсүз түрдө жакшыраак болду да. Бізде мен осы онлайн подкаст бар, менде Travelstan деген Zoom-мен подкаст өткіземіз. Сол кезде осы жазда Азамат деген, фамилиясын ұмытып отырмын, сіздерде сол көшпенділер ойынының ең алғашқы ұйымдастырған кезде көшпенділер ойынның дирекциясын басқарған. Сосын министр болды, туризм және министрі. Азамат. Азамат. Сол кісімен жаздық. Сол кісі айтады, көшпенділер ойыны деген Қырғызстан үшін Олимпиададан кем емес шара болды. Бүкіл Қырғызстан мынау кәдімгі басшылықтан бастап қарапайым халыққа дейін көшпенділер ойынымен өмір сүрді дейді. Күні-түні ойын, сол мысалға промо ретінде оның алдында, көшпенділер ойынның алдында кәдімгідей үлкен бір не болды дейді. Ақпараттық бір информационный үлкен не жүрді. Насихат жүрді. И бізде шыны керек басында, осы мысалы көктем кезінде түсінікті, бізде көп аймақтарда су тасқыны болып жатты. Сел болып жатты бізде. Мынау батыс аймақтарда, солтүстік аймақтарда үлкен негіз тасқын болып жатты. Сол кезде де мен ойлайтын, қалай ұйымдастырады екенбіз, қалай болады екен, қазір мысалы ақшаның бәрін сол жаққа жіберіп жатты, мысалға. Енді қазір бірақ мен алдын өзім ашылу салтанатын көрген кезде шынымен риза болдым. Үлгерген екен, кейбір ризаны болады ғой, үлгермей қалмаймыз екен дайындалып деп ше. Өйткені біздің Астана аренаның өзін көшпенділер ойынына деп арнайы 1 жыл бұрын жауып тастады. Қайтадан ремонт істеуге, қайтадан жасауға. Астана аренаны 1 жыл бұрын жауып тастады. Қазір Астананың клубы, футбольный клуб Астана сол жерде ойнайды бізде. Ол Алматыда ойнап жүрді мысалға. Өйткені осы көшпенділер ойынның ашылу салтанаты өтеді деп, осыған арнайы жауып ремонттап қайтадан осыған алып келді да. Өйткені ол ашылғалы бері бірде-бір ремонт көрмеген ғой негізі. Төбесі қайтадан жабылатын, негізі оланы ашылып жабылатын ғой. Соны қайтадан жасады. Сондықтан андай бір ой болды менде, бір ұят болып қалмаса екен бір деп ойлап едім, мана су тасқыны бірақ қазір үлгерді деген. Мынадан айтуға болады, біз бұған 5-7 миллиард теңге жұмсады ғой. Доллар қанша? Доллар мен білмеймін енді. 5-7. Былайда егер дұрыс өтпесе халық айтады да, сонша ақша құрттыңдар, нәтижесі қайықта дейді да. Қазір мен әлі көрген жоқпын, ақша қайыққа кетті деген әңгімені. Бірінші рет шығар, мне кажется, бірінші рет шығар осындай бір шара. Демек, бәрі нормально өтті деген сөз. Сосын енді дұрыс өтті деген сөз. Парижден кейін біздің елдің еңсесі көтеріліп қалды ғой кәдімгідей. Осы көшпенді ойындардың насихаты бір басқаша деңгейге көтерілді. Мәселен, бізде ұлттық спорт деген кезде жалпы көкпар бәйге деп емес, қазір садақ ату, тоғызқұмалақ, өз алдына бір эстетика спорт ретінде қарауға болатынын осы кешегі дүниежүзілік көшпенділер ойындары енді имиджіне өте жақсы жұмыс істеді деп ойлаймын. Бізде де отырып та жаңағы әрбір спортшыларға жеңгендерге машинадан беріп тұр, квартира, машина деп. Олимпиадада ма? Жоқ, көшпенділер. Бізде көшпенділерге беріп жатыр. Бүркітке берді. Меценаттар шығар. Меценаттар беріп жатыр. Меценаттар, бұлай мемлекет бермейтін шығар, мен білмеймін енді оны. Меценаттар екен да. Спонсорлар ғой? Спонсорлар. Көкпаршыларға беріп жатыр. Ол жерде менің ойымша сол меценаттар шығар, өйткені қазір енді ол әрқайсысына өйтіп беру бюджетке қатты ауыр тиіп кететін шығар. Туғаның құтты болсын. Ешінен туғаның құтты болсын. Ашылу салтанатын бітірдік па? Көкпарды айтайықшы. Алмас, көкпарды айтайықшы деймін. Көкпарды айтайық. Көкпарды айтудың орнына тағы бір кішкентай тақырып, көшпенділер ойындарының жалпы миссиясы, философиясы, жалпы
осы көшпенділер ойыны мысалы қазір оны тағы айтып отырамыз, көкпарды айтайық, бір қыздыр болайық, сосын ары қарай миссияға кетеміз. жоқ мен көкпарды соңына қойып жатырмын, елдер соңына дейін көрсін. Бәрін күтіп отқан сол ғой. көкпар доғып кетіп қалды дедім бар азыр. Мен көкпарда болған жоқпын. Біріншіден айтайын, бәйгеде де болған жоқпын. Иә, сондықтан көкпар бәйгеде қатты болған жоқсың. иә, көкпармен бәйгеде болғандар онда сөйлесін. Бәйге бүгін болды деп бүгін деп айта береміз ба? Айта беріңіз, айта береміз. Бүгін болды, бірақ көкпар сияқты адамның саны аса бір көп болған жоқ демеймін, бірақ Өрік болды ғой деймін, бірақ. зал лық толы болды. Зал ма? Қазанат, ипподром. Көкпарда енді шыны керек ана жерге негізі 2000 адам сияды екен, бірақ шамамен мен қарадым, тұрып тұрғаны бар, жан жақтан бір 10 000 адам жиналды. Енді ана кадрдан ұнағаны анау Астана, мына жақта мешіттер, мына жақта үйлер кадрда әдемі көрінеді екен. Ол Экспо 2017-те сол кадр көрінді ғой. Ол жерде басқа, бірақ ғимараттар басқа болды. Бірақ енді ана кадрлардан әдемі көрінді. Осы мен бүгін ба оқып қалдым біреуден. Эксподан қарағанда осы көшпенділер ойындарының біздегі қазақстандықтарға бір ұнағаны көбірек туған сияқты. Ең бәрінен бұрын мынаны айтайын, көкпар бәйгені былай қойған кезде ұйымдастырушылар қатты риза болған, арнайы бәйге аттарына топырақ алып келген, және ешкінің қылын сепкен, мүмкін көрген шығарсыздар. Жұмсақшылар жатыр, иә. Арнайы топырақ алып келіп төсеген деген ақпарат бар. Және түсірілімге арнайы асфальт төсеген. Енді ана керемет енді. Мана байқадық. Тамаша болды. Ол топырақтағы Қазақстан емес, басқа жақтан келген негізі. Иә. Европадан алып келген. Енді топырақты. Ну, по факту ол жердегі аттың көбісі қазақтың емес, Азияның аты емес қой да. Арабтар ғой. Араб, Сосын мысалға көкпардың бәйгенің аттары, бәйгең түсінікті. Көкпарды аттарды қырғыздар өздері алып келді ғой, өздері алып келді. Мен ойым бойынша азыр жалпы Бексултан жақсы түшүндүрүп берет, эми кыргыздар кандай делегациямен, кандай даярдык менен келгенин. Бул оюн негизи биз үчүн эң мындай көчмөндөр оюндары түзүлгөндө эң кызыктуу болуп бизге көкбөр да негизичи эң кызыктуу. Көкпарды көздөп келди ғой негизи. Ошон үчүн келген негизичи. Көкпар үчүн келди негизи. Кыргыздар ошон үчүн келди, жанагы көрмандар көбүнчө ошол үчүн келди. Бирок экинчи жолу байгеде кара кыз деген биздин ошол күлүгүбүз бар, ошого да келишкен да. Бирок ушундай кызыктуу оюндар болду. Анткени казак-кыргыз оюну бул жана эл классика самал эле. Сумдук болду. Жана Реал Мадрид, Барселона беттешинде эле да болчу. Анткени элдин баары күтөт. Эми бир канча бир 3-4 саатка эл кадимкидей мындай экиге бөлүндү го, бүт түрк дүйнөсү экиге бөлүндү. Кимиси күчтүү, кимиси эмеди. Муну могу купулга тойгондур. Сонун бир оюн болду. Тогу калай деди? Ну, насладились игрой деген. Кызыкка той. Ошондой болгон. Аттар боюнча ооба, бизде ошо аттар өзүбүздүкү. Бизде ошол аттарды, жылкыларды өстүргөн сайапкерлер өтө күчтүү негизи. Ансаар кичинекей кезинен баштап, башында төлгөндө кулун кезинде, тай кезинен эле баштап үйрөтөт да биздечи, үйрөтүп, анан кийин акырын 6 жашынан уже акырын кош баштайт да оюнгачы. Ошондуктан биз ошо билебиз, азыркы учурда бир гана Кыргызстандын аттары эмес, ошол Өзбекстанга, Орусия командасына, кээки дагы кайсы команда? Өзбекстанга казак тарап берди. Америка Курама Штаттары менен көкпарга, сосын монголдарга, жок, өзбек агайындарды кездестирген кезде астымыздагы аттар казактардыкы келет. Американдыктар кыргыздардыкын алган. Кыргыздардыкы алган. Мындай да көкбөрөгө дагы берген, көкпарга да беришкен. Ушундай аралашып калды, аттар аралашып калды. Ол былай дос ретинде ме эле арендама калай? Енді мұхиттан аты келе алмайды ғой. Жок, берүү калай болуп атыр? Уюмдаштыруучулар иштеп атыр ма? Или кәдімгі арендага келип берет ма? Таңдайт сосын. Сол жерден таңдайт. Демек тегин берилип атыр оларга. Иә. Аренда болуш керек деп ойлойм да, жөн эле сондай аренда шаар деп ойлоп атыр. Мен билем, точно билем, бирок мен ойлойм аренда болуш керек. Мен өзүм аттым жөн эле. Сосын Бермейтін едім дейсің ғой. Тегін бермейтін едім. Страховка сөз. Көкпардың дауы не болды өзі? Көкпар тақырыбына келетін болсақ, дүниежүзі қазақ пен қырғыз аман тұрған кезде, бар кезде көкпар болады және бұл ойын жалғаса береді. Және бұл көкпардың айналасындағы әртүрлі тақырыптағы әңгімелер ол алдағы ойындарда жалғаса береді және бола да береді. Енді біз бұдан қырқыстырғаннан, даудамайдан ләззат алмауымыз керек деп ойлаймын да.
мысалы мен атсейіс немесе спорт маманы емеспін, бірақ көрермен ретінде мен мынаны айтқым келеді. Мәселен, Американы 16-0, өзбектерді 17-0, моңғолдарды 16-0 ұта бергеннен біз дүниежүзілік көшпенді ойындардың негізгі миссиясы ол ұлттық ойындарымызды әлемге паш ету ғой. Сол сияқты біз қазақ пен қырғыз бүйтіп қырқысып өзара ұта бергеннен, аналарды 16-0 ұтып алып, өзіміздің қызығымыз, өз кайфымыз өзімізде бола бергеннен, біз жүрден қазақтарда, қырғыздарда негізгі миссиясын айырылып қалады да мақсатынан. Сондықтан да мынандай нәрсеге қызықта маған, мәселен, өзбек пен түрікті қырғыз тарап алса, мысалы, американдықтармен, мысалы, Ресей тарапынан, Европадан келген командалар бар, көкпар ойнамыз. Солар алса, командалық ойындар ойнатылса, яғни ойын оқу жаттығулары көбірек болса, мәселен тек қана қырғыз бен қазақ ойнай бермей, мәселен осы қырғыз тарапы бізге келіп оқу жаттығу ойындарын, немесе өзбектер келіп өзбектерге Америка құрама штаттарына бәсекелес басқа командалар дайындау керек қой. Ертең алдағы 2026-та 2028-де қазақ пен қырғызды ғана біз бүйтіп тамашалап, сосын негізі көп мысықтілеу адамдарға көкпар қызық емес, көкпардан кейінгі кім не айтты, ананың төбесін ойып алсын деген тақырыпты біз мынаны дәл осы қарқынмен кете берсе, кете береді да. Меніңше, керісінше былай болу керек. Қазақ пен қырғыз жақсы, сен күшті командасың, мен де мықты командамын. Онда біз басқа команданы дайындайық. Бізге соперник болатын команданы дайындайық. Негізгі миссия осы ғой. Негізгі миссия спорттың миссиясы. Спорттың миссиясы сол. Мысалы біз тоғызқұмалақ, жаңағы қандай құсбегілік, басқа спорттардың негізгі миссиясы олимпиада ойындарына қосу болса, біздің миссиямыз негізгі. Ендеше біз өзара бір қазан ошақтың айналасында, немесе бір қазақ пен қырғыздың айналасында сен бәленсің түген емес. Керісінше осына ұлттық ауызбіршілік және ынтымақтастықпен біреуге ұнасын, менің айтып жатқан әңгімем ұнамасын, бірақ негізгі миссиямыз біз бірлесе отырып, осына басқа елдерге көбірек үйрету керек та. Сол кезде мысалы Еуропада жүрген азаматтар, басқа елде жүрген аттар айтады, мыналар не істеп жатыр деген кезде, мысалы, айтады да, ол көкпар ойнап жатыр, бізде көкпар аттары дайындалып жатыр деп арнайы селекциялар бөлінеді. Мысалы, дзюдода әлемде ең қатты күресетін кәрістер мен жапондар болса, ол қырқыса бергеннен біз қазір дзюдоны білмес едік. Дзюдо бар, таеквондо бар, өздерінің ұлттық ойындары бар. Жоқ, олар әлемге паш етті, әлемге шығаруға тырысты да. Француздар күшті дзюдода. Мысалы, мысалы сол сияқты. Сосын кеше көшпенді ойындарында қарап отырған кезде, жарайды, бізге таңсық емес қой. Басқа ұлттың өкілдері болды сол жерде. Француздар болды, басқа ана көзі банк ананың аузы ашылып кеткен ғой. Голливудтың кинолары сияқты ғой, аттар деген былай ана экшн ғой, фантастик анау. Мен бірінші рет андай көкпардың деңгейінде көрдім, былай жаппай көкпарды былай көреміз, былай жай ғой, ұсақ тек. Аналар деген көзі бақырайып кеткен да. Енді ол таңғала беріп, бір-бірінің өйтіп хайвай шығара бергеннен қызық болуымыз керек та. Керісінше жаңағыдай алыс беріс мынаның несін дүниежүзі деп айтып тұрғаннан кейін, ол дүниежүзіне біз көкпарды насихаттауымыз керек. Жаңағыдай командалы ойындар. 3 команданы алсын. 3 команданы алсын, жаңағыдай 3 команданы бөліп алып, өзара ойнайма. Жалпы мақсатымыз жағынан бағыттау керек. Олимпиада кезінде де қараш, қазір байқасаңдар жылдан жылға агрессиялық спорттарды қысқартып жатыр да. Бокс кетіп жатыр, например, кетеді деп соңғы елдер қатты көтеріліп жатыр. Ал енді көкпардағы агрессияны соншалық деңгейде көтеру, насихаттау ол қалай болады деген менде бір сұрақ бар да. Өйткені қазір соцсет, Инстаграмның өзінде көкпардың кадрларын блокировка жасап тастайды. Өйткені ол агрессия дейді ол жерде. Жануарды қинап жатыр дейді, адам бар ішінде. Сол жағынан қалай келеді деген менде сұрақ бар да. Вот мысалы тағы бір кешіресіз, айта қойын. Мысалы 89 ел, 90 ел ол бекер келген жоқ та. Яғни олардың талабына біз шыққаннан кейін келдік. Мәселен біз аттырған жерде қинап, құсты қинап десе болсақ, олар гуманный қарайды ғой. Олардың шарттарына, жан-жануарларға талаптарына, біздің дүниежүзілік көшпенді ойындарының талаптары сай болғаннан кейін, үдеден шыққаннан кейін олар келіп қатысып жатыр да. Әйтпесе баяғыда бізге бойкот жаратып тастайды да. Жәкеңнің айтқысы келіп тұрған сол ғой. Сондықтан біз оны агрессияға әкеле бермей, керісінше гуманный бағытта. Меніңше Жәкең айтқысы келіп тұрғаны ол көкпар, ол агрессиялық спорт дегіңіз келіп тұр ғой. Жоқ, спорт әдемі болу керек та. Бәйгені қараш, қандай әдемі. Садақ ату қандай әдемі. Ол кәдімгі бір күшті нәрсе да, кәдімгі әдемі қызық барайсың. Көкпардан мүлдем басқа кадр ғой жерде. Ол көкпар қысқарсы бұрын соғысқа дайындалған өнер ғой. Балдарды соғысқа дайындаған солай.
Жоқ, бұл жерде көкпарды Сіз не алып айтасыз? тастау керек деген нәрсеге қарсымын. Ойнату керек, насихаттау керек. Бірақ мысалы ең бұл жерде фаворит қырғыз бен қазақ па? Ендеше қазақ пен қырғыздың тәжірибесін бір-біріне соқтырмай, керісінше қазақ пен қырғыздың тәжірибесін ала отырып паш етуіміз керек. Біз егер Азеке, біз егер мысалға көкпарды, иә, қазақ пен қырғыздың ойынын Эл Классико десек, онда ол осылай қалады. Эл Классикода жалғаса береді, былай төбелес те кәдімгі болды кезінде, Рамос кімнің Мессидің басы мұжып кету, Пепе аяғы мұжып кету деген сияқты ше. Ол Эл Классикода оның көкесі болды. Ода мынау Барселона қаласы мен Мадрид талай қырылды бір-бірімен. Ол егер Эл Классико ретінде қарайтын болсақ, егер біз көкпарды мысалға бағанағы гуманный спорт дейтін болсақ, онда ол сәйкес келмейді оған. Менің ойым, жеке ойым. Болау. Иә. Біз кете берейік па? өзіміз жақсы түсінісіп отырмыз. Жалпы биринчиден негизи ооба спортту мындай таратыш керек да, эл жүзүнө мындай таанытып, көрсөтүп, эми Европадан келген, тияктан Сингапурдан келген бир көрман, Австралиядан келиптер да. Абдан шок болду деп те айта албайм. Тим эле өлө сонун спорт экен, тим эле адреналин толот экен, жакты мага, сонун экен деп атышты да. Тиякта мисалы аны жайтыш үчүн ошо шоу катары кылышыбыз керек, лигалар болуш керек, мындай оюндар көп болуш керек. Казак кыргыздын арасында да мындай оюндар көбүрөөк болуш керек, чын айтса аз. Болған ойындардың арты қырылып кетіп жатыр ғой. Бұл бир айтып өтөйүн. Ага да жетебиз азыр. Эң ийгиликтүү, эң көп көңүл бурбаган нерсе азыр карасаңар, 3-чү орун ар бир көчмөн оюндарда Өзбекстан эле алчу, же болсо Казакстан бир жолу алды. Бирок эме да, быйыл Россия Көкбөрүдөн да 3-чү орун алды, Көкпардан да 3-чү орун алды. Эмнеге деген суроо бербейсиңерби? Эмнеге өзбектер эмес депчи? Анткени Россияда ошо бир аты ким эле? Сергей деген эме көкбөрү сүйүүчү абдан көп каражат салды. Өлө сонун спорт экен, биз спортчуларды даярдайбыз, бир аттарды даярдайбыз, биз үйрөнөбүз деп келишти. Көкбөрүдөн да, Көкпардан да 3-чү орунду утуп кетишти. Өзбектерди утушту, түрктөрдү утушту. Эми албетте кыргыз казактарга утулушту. Кыргыз казактарды алып койсо 1-чи орун деп санаса болот да. Анда каражаттан тышкары ошондой меценаттарды балким тартыш керек. Мен айтып коеюн, эгерде биз ушул көкбөрү оюнун, көкпар көкбөрү оюнун мындай дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында алсак, ичинде алсак, негизи бул көчмөндөр оюндарынын негизги философиясы бул деген эптеп утуш эмес да, эптеп жеңиш эмес, эптеп утуу эле мондай ал эмес. Бул философия деген сиз айткандай элдин мындай бири-бирине болгон бекемдик мамилеси, достук мамилеси, биз деген мындай азыр глобализация болуп атабыз. Глобализация учурунда биз деген дүйнө килейген чоң дүйнө да, биз көчмөндөр дүйнөсү дагы бар. Ал дүйнөнү элге көргөзүш керекпиз да, башка дүйнөгө көрсөтүш керекпиз. Ошол максат болуш керек. Анан биздин элдер тилекке каршы муну мындай как соревнование катары көрүп эле, только жеңиш керек, бастырыш керек, утуш керек, ушундай болуп атат да. Биз ошодон сиз айткандай кичине арылып, биз деген ушул философияны көз карашты өзгөртүп, буну биз деген как реклама катары биздин маданиятыбызды, ушул көчмөндөрдүн маданиятын, көчмөндөрдүн тарыхын, анткени көчмөндөрдөн кимдер? Ар бир адам көчмөн болгон. Ошол Америка болобу, Италия болобу, Испания бүт баары башында, түбүндө баары көчмөн болгон. Баары көчүп жүргөн. Демек баарыбыз дүйнө жүзүнүн бар көчмөн эли. Соңында биз токтоп койсок. Баарыбыз көчмөнбүз. Бирок ушул философияны биз элге жайылтыш керекпиз. Анан эгерде көкбөрүн алсак, бияктан сиз айтканга кошулам, биз деген ошол эки эл эле кыргыз казак болуп кечке эле ойун өрбөш керекпиз да. Бири-бирибиз менен моуну каршылаш бул болуш керек. Бирок мен ойлойм көчмөндөр оюндарынын алкагында эмес. Башка площадкада. Бул деген лигалар болуш керек, чемпионаттар болуш керек. Ушакта ойносо болот. НХЛ, КХЛ КХЛ болуш керек. Казакстанда командалар бар, бизде командалар бар. Ушуларды ойнотолу, ошолор ойнош керек. Бизде Кыргызстанда лигалар бар да. Ошол лигаларда казакстандык оюнчулар толтур ойночу. Макош деген легендарлуу көкпарчы бар, Казакстанда көкпарчы. Анан кийин убагында ошол көчмөндөр оюндарына да келген. Ошол оюнчу бизде ойночу, нарында ойночу.
Қазақстандық ойыншылар толтыра бізде. 2-3 командалар да бар. Демек, бұл практика жүзінде көрсек болады да, лигаларға ойнатып, мына араласыш керекпіз да. Біз егер екі жаққа бөлініп алсақ, екі ел қайырлы молдай болды. Елестеткіле. Мынакей жақында Париж Олимпиадасында барыс көрдік. Демеу Жадыраев мен Ақжол Махмудов суретке түшкенде қырғыз, қазақ бір туған болып, соған болдық. Андан кейін көкпар келгендер қайра бөлініп қаласыз. Вообще ал болбош керек. Вообще болбош керек. Азыр эми ал унутулат, баталия унутулат. Бизде спортта ушундай. Бир жолу монда терешет да унутуп калат кайрачы баталия. Так что мен ойлойм, көбүрөөк аралашып, башкаларды үйрөтүп, бирок менин оюмча бул спортту биз деген дүнүйө жүзүк спорт кыла албайбыз эч качан. Кыйын, ол өтө кыйын. Вообще тура келбейт. Реально тура келбейт. Әлем дамуу бай кетип турадыр да. Дүние жүзі дегенде енді әлемнің кеше келген 89 елдің бәрін көкпарға отырғызып таптату емес. Мәселен, кім қызығады? Мысалы, жаңағы сіз айттыңыз, Ресей дедіңіз, иә? Мәселен, сосын американдықтар. Азеке осы жерге бір ой қоса кетейін. Жоқ, қоспай. Ресей неге қызығады? Ресейдің басқа баратын жері жоқ қазір. Бүкіл жерде санкция. Ресейдің ішінде татарлар бар, башқұрттар, ноғайлар бар. Біз интервью алып жүрдік. Келіспеймін мен сізбен. Қара тыңдаңыз мен. Мысалы, солай жарайды бір мен 89, 90, 100 демейін. 10 команда жасақталсыншы. Мысалы, татарлардан, ноғайлардан, мысалы, ресейліктерден, қырғыздан, өзбектен, американдықтан, түріктен, әзірбайжаннан, өзбектен, міне өзі 10 командаға монғолдар, сосын Қытай қазақтары, Қытайдан келген, міне жақындап қалды. Сол 10 команданың өзіне біз осындай көкпарды, түркі тілдес қауымдастығы бекіткен көкпарды біз ең болмаса әйтеуір олардың арасында да ертең Ресей екінші орынға шығатындай, олар өзара қырқысатындай, кәдімгідей жанталасып ойнайтындай насихаттай алсақ, соның өзі жеткілікті да. Әйтпесе мысалы Барселонамен алып келіп, Қырғызстанның немесе Ливерпульмен келіп, Қазақстанды ойнатқан сияқты да бұл жерде. Мысалы өз алдына ойнату керек та, мысалы тәжірибе алмасын. Мысалы Қырғызстан мен Америка ойнады ма? 13-0 емес, оларға ынталандырып, немесе жаңағы Қазақстан мен Өзбекстанның 16-0 емес. Солай жетектеп және ол айналып келгенде біз көшпенді ойындарын мынау не деген кезде жаңа солай айтқандай, сіз айттыңыз ба, ол айналып келгенде кешек бәрі көшпенді болған, бәрі де әскерге дайындаған. Солай насихаты да, әйтпесе жаңағыдай бір екі команданың Европа дейсіз, ол сана қоғам деңгейі басқа ғой енді. Ливерпульмен қайсысы? Мен футболды қатты білмеймін, бір-бірін ойната беру. Сондықтан да екі мықтыны тірестіре беру, бәрі тіреседі, бәрі ойнайды, кездеседі. Бірақ екі мықтыны тірестірген біз дүниежүзі көшпенді көбіне басқа елдерге таратуға, тәжірибе алмасуға. Бір қосымша бұл эме негізі азыр Қырғызстан мен Қазақстанның ортасында бір көйгөй бар проблема. Қандай? Сіз министр спортта жаңа туризма атын қалдым. Қазіргі ма? Азырқы. Ербосынов па? Ошо жакшы нерсе айтты. Жалпы мындай ачык суроо бар, ошо жөнүндө мындай талкуу кылып атышат. Азыр көчмөндөр оюнда 2 оюн өттү. Көк бөрүүдөн өзүнчө, көкпардан өзүнчө. Андан ошентип кете берсек, мисалы илгертен бул бир эле оюн болчу. Бизде деле көкпар бар, аны жер улак деп коебуз да. Мисалы айылдарда тияктан тай казандарды койбой эле жерге эле жапай улак, жер улак деп коет. Эме жерге чийип алып эле эме улак көтөрүп ойношот. Бирок мындай экиге бөлбөй ошо оюнду бир чечимге келиш керек. Мындай бир оюн кылыш керек да. Бир эме правила, эрежелери болуш керек. Жалпы мындай калыстар болуш керек башка жерлерде. Ошого келишиш керек. Ереже деп айтып қалдыңыз, иә? Бол айтып қалдыңыз, иә? Ереже деп айтып қалдыңыз. Енді менің айтпағым көкпар мен көкбөріні біріктіру енді жақсы, ол қауымдастық федерациялар арасында шаруа ғой. Және тағы бір ереже, біз қалай дегенмен де өзара ұлттық және мемлекеттік менталитетімізді, ерекшеліктерімізді, және ол мемлекет деңгейде ол герб болуы мүмкін, әнұран болуы мүмкін, ту болуы мүмкін, және сондай нәрселерді де тақырыптарға да абай болуға қатысты да ережелерді бекіту керек та. Мәселен, сондықтан да мен ойлаймын, дауысы алыс болып тұрған жоқ па, нормально ма? Бір.
Иә, осындай басқа да осының ішінде ережелерді бәлкім қатайту керек шығар деп ойлаймын. Түшінбей қалдым ақырқыңызды түсіндіріп қойсыздар. Жоқ, сөздері түсінбей қалдым. Логиканы түсіндім мен, сөздері неге айтқансыз? Иә, мысалы Орысша айтып қойсыз мүмкін болса. Вырежем. Орысша болса, қазақша түсіндіріп қойсыз. мысалы сіз ереже деп айттыңыз ғой осы ойынға қатысты, және бұл жерде моральдық тұрғыда тағы да бір құқықтық ережелерді де әлі де енгізу керек секілді да. Мәселен, сіздер үшін қырғыздың ақ қалпағы өте аяулы дүние, және оны біз де құрметтеуіміз керек деген секілді. Туыңыз, әнұраныңыз, гимніңіз, елтаңбаңыз, тағы басқа тарихыңыз деген секілді. Дәл сол секілді сондай бір оны не деп айтады жалпы, сакраль дүние дей ма, не деп айтады, сондайларды да өзге, мысалы Париж олимпиадасында, мысалы жалпы олимпиадада сондай бір ережелер бекітілген ғой, өзгенің намысына, ұлттық болмысына, дініне, ерекшелігіне тиісуге болмайды деген секілді. Дәл түркі мемлекеттестер осы дүниежүзілік қауымдастық аясында ережені бекіту керек. Ол тек қана қазақ пен қырғыз арасында емес. Бұл ойынның өзі ережесінде бар ғой. Ережесінің негізгі мақсаты бейбітшілік қой, ынтымақ деген секілді. Этика кодексі. Этика кодексін бекіту әлі де ше. Мәселен, кәдімгідей, мәселен, осындай ұлттық, осындай команда осындай тақырыпқа өтті ма, болды, келесі мүлдем командамен келмейсің деген санкция ше. Сондықтан да ережеден бөлек ойындардағы әлі де осы этика тұрғысынан расизм деген сияқты. Иә, расизм, нацизм, этика тұрғысынан да әлі де заңдарды күшейту керек па деп есептеймін өз басым. Бұл жерде айтқысы келіп отқан турасын айтайыншы. Қырғызстанның балдары кетіп қалды ғой. Әнұран қойылып отқан кезде. Маған қызығы, олар заң жүзінде жазалана ма, жазаланбай ма, мысалы, какой-то бір ереже бар ма, жоқ па? Жауап бермейді, жалпы деген. Маған негізі ережесі бар ма, жоқ па? Олимпиадада олай кетіп қалса, ол бір шара қолданады. Ал темаға кірбелі болды ойлаймын менші, ошондой сунуш бар, анткени ага кирсек ал өтө өрөт. Эмнеге кетип калды, анын аркасында эмнеге кетип калды, эмне болуп аябай кетип калабыз, кереги жок деп ойлойм. Ал негизги сиз айтканга кошулам. Жанагы Олимпийская хартия деген нерсе бар. Олимпийская хартияда ичинде ошол эрежелер да, негласный право. Ошону негизи түзүш керек. Көчмөндөр оюндарынын ичинде ошо менен жүрүш керек деп ойлойм. Болду, ошо. Ага келебиз. Жок, ага биз мындай да көчмөндөр оюндар жаңы башталды. Жаңы башталды да. Париж олимпиадасы неше? 30-шы олимпиада ма, канча? 30. Ой, 33-чү. 33-ші олимпиада. Бұл 5-ші көшпенділер ойыны. Демек біз 33-ші көшпенділер ойына дейін оған жетеміз. Ага келебиз. Негізгі миссия, дүниежүзілік көшпенді ойындардың негізгі миссиясы біз деңгей олимпиадаға жете қабыл деп өзімізше айтып жатырмыз ғой, енді мақтанып жаңағыдай. Ендеше олимпиадаға айтып жатырмыз, ендеше оның этикасы, эстетикасы да, этика тұрғысынан да соған жете қабыл болса екен дегенде ойда. Иә. Иә. Түсіндік. Бәрі қосылатын сияқты. Көкпар болған шығар, иә? Бирок мен кайра суроого келсем, кандай деп ойлойсуңар? Элестеткиле. Мына көкпар менен көкбөрү өзүнчө спорт болсо, анда мен ойлойм казак менен кыргыздар мындай көп жайылта албай калат. Анткени казактар ар дайым көкпарды сунуштап турат, башка. Бизде көкпарда катты биз сунушкан жок. Негизи дүниежүзүлүк көчпенди осын көбүсү түшүнбөйт да. Көкпарда казактар тыкпалады, көкбөрүнө казактар, кыргыздар енгизди деген. Жалпы дүниежүзүлүк коомдастык, түрк коомдастыктары бекиткенде 8 мемлекет дауысқа салганда 6 мемлекет көкпарды, көкбөрүнө шеттетет да, жалпы көкбөрүнү бекітет деген сияқты ғой бұл жерде. Мен ойлойм мындай да, аны бир чын эле отуруп, мындай чечүүчү адамдар, мындай жалпы делегациялар чогултуп эле жөн эле бир сүйлөшүү керек да. Жакшы дипломатиялык мындай келгиле, момундай эрежелер болсун, мына момундай калыстар болсун, мына момундай кылса болбойт, момундай кылса болбойт деп жалпы бир гана отуруп чечип алса, андан кийин ынтымакта болуп келечекке мындай жайылтууга мүмкүнчүлүк бар. Мен түшүндүм, мен затын айтканын түшүндүм. Мындай деп да, биз эгерде жайылтуубуз келсе, анткени мындай да, мен мисал айтайын. Могу көчмөн оюндарында кыргыз менен казактан башкаларды көрөт да, жанагы американецтер отурат, итальянецтер, Кытайда отурат. Аларга айырмасы жок. Көкпары алар түшүнгөн жок. Көкпарың эмне, көкбөрүң эмне түшүнгөн жок.
мен сураттым да көкпар десем көкпар аларга баары бир да реально баары көкпар ат менен жүрөбү улактар тотоб бүттү баары бир да реально бир эле нерсе да биз өз ара эле мында кырылышып атабыз негизи енді қараңыз, осыны бағана сіз айтқандай не көкпар деп атасақ, не көкбөрі деп атасақ, бұл жерде бағана Изат айтқандай тағы да халық арасында әңгіме болады. Неге ол көкпар деп атады деп. Жоқ. Қырғыз тарапы айтады. Неге көкбөрі деп атады? Жоқ, сіз қазір айтып жатсыз, сіз бірақ барлық қазақтың атынан айта алмайсыз ғой. Жоқ, мындай, қара, ойын бир болсо, жалпы ойын бир болсо, қазақтар аны көкпар дей берсин, кыргыздар көкбөр дей жолсын. Бирок эрежелери бир болуп бөлүнбөсө, кім мысалы Қырғызстанда өтетін болса, ол көкбөрі деп атала берсин. Қазақстанда өтетін болса, көкпар деп. ал башка ойын болуп атат. Әркім өзінше айтады. Жоқ, онда енді қалай башка ойын. Жоқ, ол жерде анау ненің қазандықтың ішінде тұрады, анау шеңбердің ішінде. Алмас атауын қоя беріңізші, оқырсын. Жоқ, біздің ертең әңгімеміз, халық арасындағы әңгіме именно атауға кеп тіреледі ғой. Біз анау іші ереже дегенге қатты нақты ережесі бұл жерде бірақ ойын деді ғой, негізі көкпар. Сосын достық, ынтымақтастық, қарым-қатынаспен көкбөріні қосты дегенде ғой. Әйтпесе әуелгі анау Түркиядағы бақсыз бекітілгенде көкпар деп бекітілді ғой енді. Оны бәрі де мойындайды деп ойлаймын. Қысқасы, мынаны біріктірмей әлемге шыға алмайсың ғой. Өзің іштей шешіп алмай. Өзіміз біріге алмай әлемге шыға алмаймыз ғой. Басында айтқанымыз сол ғой, не тек қана ойын емес. Сосын жаңа сіз айттыңыз, жаңа қалай деп айттыңыз, шет мемлекеттерінен көкпар ма көкбөрі ма бәрібір деген сияқты, бәрібір болмау керек та. Яғни сол үшін насихаты өте күшті болу керек. Насихатына қырғыз қазақ бірігім жасау керек та. Кәдімгідей ой бәрібір шапқылап жүр бірдеңені көтеріп алып демеу керек та. Яғни мультфильм жасай ма, кино түсіре ма, осыны бір әдемі бір насихатын. Кино бар бізде. Руслан Ақын деген режиссер кино тартқан. Главный актер қазақ ойнаған. Актриса қазақ. То есть эми ошол оюнду жайылтыш үчүн негизи биз деген тирешүү эмес, ортого отуруп, давайте ушул оюнду биз элге көргөзөбүз. Анткени баарына жагат бул. Иностранецтердин көрүп алып шок, сиз айткандай кино, шоу, ё-моё, эмне реально азыр атмен чабып атабы, бул эмне? Жалпы мындай ғой, буга чейинки олимпиаданы көрген кезде мен енді бізде өзбек қазақ қырғыз ғой. Каждый олимпиадада бір-бірімен дауласып ататын, санасып ататын, анау мынанша алды, мынау мынанша алды деп. Ал осы олимпиадада бір бірлік пайда болды да. Бір-бірін құрметтеу, жеңіліп қалса да, жеңсе де, өзбектерге бокста болеть еттік, қырғыздарға болеть еттік, мысалы. Алике сұрағыңыз. Сол ұнады. Демек бізде қоғам бәрібір дамиды ғой. Бір даму сатысы болады сана тұрғыдан. Бізде сол даму сатысы болып жатыр да барлық елде. Бізде де қырғыздарда. Демек, осындай бірнеше ойыннан кейін бірігу бәрібір болады. Болады. Түсінісу бірігу болады. Мынау қазір соның сатысында келе жатқан сияқтымыз. Келесі сұрақ. Сұрақ жоқ бұл жерде. Сосын мәдени жағына келетін болсақ, қазақ пен қырғыздың жалпы әдеби тұрғыда, руханиятта да, мәселен бір ғана айтыстың өзінде де үлкен ел аралық, сіздерде ел аралық дейді, бізде халықаралық айтыстар, қырғызша сөйлеп отырмын. Сондай айтыстарда біздің қазақ ақындарының айтыскерлерін, сіздердің айтыскерлеріңіздің ынтымақ бірлігі қандай? Мәселен, өзара мәдениеттерінің алмасуы қандай? Мәселен, бұл бүгін ғана пайда болған жоқ, ол кешегі, енді мен айтатын болсақ, ол Сүйінбай, бізде Жамбыл Жабаев деген халық ақыны бар, соның айтатыны бар. Жерін қиып, тиктокқа салыңыздар сіздің. Сүйегім қазақ, етім қырғыз дейді. Сүйегім қазақ, етім қырғыз дейді. Және сүйек пен еттің бөлек жүрмейтіні секілді, қазақ пен қырғыз ешқашан бөлек жүрмейді дейді Жамбыл Жабаев. Сол секілді біз кішкене Ақтөбелінде кейбір азаматтар тиктокта, әлеуметтік желіде жазып жатқан шығар, бірақ ол тұтас елдің арасындағы қарым-қатынасқа түсірмейді деп ойлаймын. Және жоғарыда айтып өткендей мәдени айырмашылық Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Әуезовтің және Қатаған мен Сүйінбайдың үлкен ауыз әдебиетіне қосқан үлесі, және бертін келе біздің жаңа айтып отқан қырғыз қазақ ақындарының ынтымақ бірлігі, оны қоя беріңізші құрсын әдебиет. Біздің мына Меркі, Қордай, Тараз, мына Жетісу өңірлерінде, Алматы жақта қырғызбен қыз алысып, қыз берісіп отқан қаншама ағайын бар. Шаңырақтарында мен болдым, қырғыздың қызы жүр келін болып. Немесе қырғыз жаққа барған ағайындар бар, қазақтың күйеу баласы жүреді ол жақта, күйеу бала болып. Яғни біз кейбір тақырыптарда ауыр айтпас бұрын
қыз алып қызы берісіп қан араласқан адамдардың да тарапын ойлауымыз керек та. Сіз қалай өзіңіздің жиеніңізден, қалай өзіңіздің нағашыңыздан мысалы бас тартасыз? Оның нағашысы қырғыз, оның несі деген сияқты. Бұл гумани бір ақылды әңгіме болып көрінбеуі мүмкін, бірақ бәрібір айналып келген кезде біз қазақ пен қырғыздың мәдени қарым қатынасын, ол бір саясат, мына гуманитарлы экономиканы былай қоя қояйық, жалпы мына осындай мәдени бірліктерін жаңағыдай насихаттармен біз әлі де бекемдей түсу керек екен. Кешегі көкпар көрсетті да, мынаны қалдырып жатырмыз, ендеше бұлай болу керек деген секілді. Сондықтан да меніңше Жамбылдың айтқанында сүйегім қазақ, етім қырғыз, меніңше бір мәдени және рухани байланыстар бұған дейін болған. Шекараның бекітілгеніне, сымның жүргізілгеніне бір 15 жыл ма болған шығар. Оған дейін қазақ пен қырғыз екі ортаға пакетін арқалап алып, шлюпкамен екі ортаға жүре берді ғой, дүкеніне барып келеді, шайын ішіп келеді деген секілді. Яғни ежелден қырғыз бен қазақ бір-біріне жаңағы көкпарын ойнайды, ежелден барымталайды, қыз алысып қыз беріседі, қыз алып қашады. Сондықтан да қазақ қырғыздан құтыла алмайды, қырғыз қазақтан құтыла алмайды. Ол мәңгі көрші. Бірақ жер бар, бұл жерде жаңа жоғарыда айтқандай көкпар мен көкпар түйісе бере ма? Жоқ, достар, так былай. Онда біз бағытын былай өзгертейік. Өзіміздің қолымызда тұр ғой, ешкім араласып жатқан жоқ. Біз былай өзгертейік, былай істейік деген секілді формальды тұрғыда, мәдени тұрғыда жасай беру керек сияқты деп ойлаймын. Ең тура ғой. Мен ең тура ғой. Антикені эми қазақ мысалы бір сөзін сөйлейші. Мысалы ұнатпа, иә, біз әркім өз тілінде сөйлеп отыр. Әркім өз тілінде сөйлеп отыр. Түсініп отырық та. Бізге қотармачу керегі жоқ, переводчик керегі жоқ, өзіміз. Эми түсіміз бір. Экөөбүз отырғызып қойсақ, кимин қырғыз, кимин қазақ, вообще түнүксүз тура отырғызып қойсақ. Көзүбүз бүтүк, мурдубуз жалпак. Көзүбүз бүтүк, эми кадимки эле бир элбиз да. Силерде 5 бармак, бизде 5 бармак дегенде эле да. Силерде кумуз, бизде кымыз. Эми бир эле, бүт бирдей эле да. Бизге кереги жок мындай. Азыркы учурда ал комментарий болуп, ага такыр көңүл буруу керек жок. Анткени бул адамдын көп учурда могу жеринде бар да, маданияты адамдын өзүнө, дүйнө таануусу, ошол нерсе чечип коет да көп учурда. Азыркы заманда мен ойлойм, азыркы заман адамдары азыр тебелесмей эле, казакча болду белги да. Тебелесмей эле такыр элечи. Анткени биз баарыбыз түшүнүп турабыз, бул оюн, Biz деген башканы ойлонуш керекпиз. Эгерде биз өнүккүбүз келсе, эгерде биз казакты өнүктүрүш келсе, кыргыз өнүктүрүш келсек, биз башканы ойлош керекпиз. Биз деген маданиятыбызды өнүктүрүш керекпиз. Биз деген ошол илимди, медицина, башка нерсе багыттарды ойлоп баштасак, башка нерселерди ойлоп башташ керекпиз да. Биз деген байыркы өзүбүздүн мондай ичибизде турган нерселер бар да. Ошону ойлоп эле билбес ким монтоп атабыз да. Биз деген анын баарын таштап туруп, могуларды таштап туруп, башка сиз айткандай багытты өзгөртүп, кадимки багытты өзгөртүп, давайте чогуу кеттик деп. Мына жакынкара сиз айткандай, могу Олимпиада чоң мисал болду да, действительно чоң мисал болду. Казак менен кыргыз, өзбек, могу биздин Орто Азия мамлекеттери аябай бекем ондай биримдикке келип атабыз деп. Және осы жерде бұқаралық ақпарат құралдарының әріптестеріміздің атқаратын рөлі өте зор да. Иә, әлеуметтік желіде басқа жерлерде хейт кетіп жатқан шығар, бірақ дегенмен де Қазақстан тарапынан бақ өкілдерінің әлгіндей айтаққа айтақ қосып, жанып атқан отқа отын салып атқан ақпараттар тарату өте сирек болды да. Яғни осы жағынан да алдағы уақыттары мен осы жайттар ескерілуі тиіс деп ойлаймын. Иә, бірақ біз енді Қырғызстандағы ақпараттық қалай таралу болып жатқанын білмейміз ғой. Информация. Информация. Бұрын менде бір пост болған, бір оқиға болды Қырғызстанда. Рекламаламадық қой құрсын халыққа. Жарнамасы қалыппайды ғой. Жарнама жасалып жатыр. Жидек қой. Жидек кімне деген? Жидек деген Дәнек. Жидек талы соның екені. Жидектен алып отырыңыздар. Төменде Инстаграм белгіленеді. Алыс деңіздер. Алмас туған күн жуып отыр. Бір қораппен. Сумен да? Сумен. Бізде негізі біз Қырғызстанда не болып жатқанын көп білмейміз да. Біз бұрыннан Ресейде не болып жатқанын білеміз. Әншілері кім, басқалары кім, актерлары кім, кино қандай шығып жатыр білеміз. Но қырғыздарда не болып жатқанымыз қатты білмейміз. Бір шулы оқиғаға байланысамыз. Қырғызстанда бұрын әндер шығып тұрады. Қырғызстанда бұрын Дебилионсты білеміз, балдар арқылы оларды шаруаларын. Соларды бірге айтамыз.
но бізде сол бір мәдени байланыс жетіспейді да. Маған қызығы Қырғызстанның алаңында Қазақстан туралы жаңалықтар. Қырғызстанда бұрын сериал болатын, қатты көретінбіз біз бар ғой, министрдің қызының махаббаты деген. Соңғы өштерден сізге қошылбаймын, реально кешіріп қол қошылбаймын. Мен анткен ойлаймын, қырғыз менен қазақтың ушу маданиятында сонун эле мондай байланыш бар. Анткени биз мынакей канча күндөн бери биякта жүрөбүз, достормен тааныштык, казак достормен тааныштык. Алар көргөн кинону биз көргөнбүз, алар уккан музыканы биз укканбыз, кадимкидей эле, бирдей эле. Сонда осының барлығы айналып келген кезде қазақ пен қырғыздың бір-ақ жолы бар, ол бірлік. Бірлік башка жол жок. Сондықтан мына жарайды енді кейбір азаматтар екі жақ тараптан да әлеуметтік желіде жаза берер, аузына келген айта берер. Бірақ оқыған, саналы, әсіресе қазақта атқа мінер дейді, қалам ұстаған қауымды көз ашық азаматтар айтаққа айтақ қоспау керек та. Бақ өкілдері, семей бар, жалпы федерация өкілдері бар, комитет бар, басқа бар. Жарайды, ол айта берсін, өзінің пікірін білдіре берсін. Бірақ ел тізгін ұстаған, мысалы комитеттің, спорттың айналасында жүрген сіз бен біз секілді журналистер, әріптестер, блогерлер одан сайын айтақ бас шап деп қырғыз тарапынан да, әсіресе қазақ тарапынан да бір онсыз да жанайын деп тұрған бір онсыз тақырыптарға бензин құйбай, иә, бензин құюдың қажеті жоқ. Мен осы 3 ай бұрын жарайды, иә, осы мысалы көкпардан біз алтын алдық, көкбөріден сіздер алтынсыздар, құтты болсын, екі жақ алтын тең болды. Сосын бүйтті ереже қолданды, жазасын берді, болды да. Ал ол жалпы мына Семейдің қолына ұстап отырған азаматтар, әсіресе үлкен пабликтер нелер, екі елде соған әсіресе қатты мән беру керек деп ойлаймын. Иә, жалпы ұлттық дін бойынша жалпы ақпарат тез неге сұрайды ғой, талқылауға өте қатты кетеді ғой. Сондықтан бұл өте андай острый тема да, өте қатты острый тема, өте тонкий, үзілейін деп тұр да, мысалға ше, үзілейін деп тұрған. Мен мынаны байқадым, 3 ай бұрын Ыстықкөлде болдым деп айттым ғой. Біздің Ирина Кайратовна бар ғой. Мен түнгі қанша 3 күн болдық қой біз? 3 күн болдық. 3 күн көгісі Ирина Кайратовна шығады ғой. 3 күн клубта жүрдік енді. Клубта жүргенде біз клубта жүрмедік, сыртында отырдық, иә? Клубта жүрдің ғой, айтшы. Сен маған дайректігі білдірме. Әйелім көріп отыр десеге. Иә, 3 күн түнгі клубта жүрдік, бопты, жүрдік дей берейікші. Ана сторисін неге өшірдің? Ирина Кайратовна, ана жерде бүкіл сөзін бар ғой, бүкіл ана жақтағы жүрген демалушылар жатқа білет. Қазақтың әндері, Ирина Кайратовнадан басқа да әндер кәдімгідей күшті тыңдалады. Қырғыздардың фильмі бар, жаңағы жазықсыз балаларды не істейді, сосын соттың үстінде ол біздің Сәлем Тошол түсірді ғой. Қандай еді? Приговор. Өте мықты кино. Пейш. Сосын байқасаңдар, соңғы жылдары Қазақстандағы кино прокат Қырғызстанға шығып жатыр. Олар бізге де келеді. Иә, ол бізге де келіп жатыр. Бұл жерде мен сөзсіз айта кетейін. Бұл жер айтып отпайсыңдар ғой эме. Негізі қырғыз қазақ тарыхыбыз бирле калат аягына чейин, бизде башка жол жок деген эч. Кан алмашуу деген жана эсте калды да. Мен чоң апам мисалы казак болот да. Ал эме толтура бизде айтып аткандай эле. Айтып койдум да, мен анан айтайын дегем аягына, менин өзүмдүн энем казак да. Нагашым. Биздин күйөө онда. Сөйтүп құдалық болып кетсе, шай өтсе, тым жақсы подкаст. Мамаңыз қазақ. Мамам қазақ, чоңапам қазақ. Жолдасыңыз қазақ па? Жолдас кім? Жолдасың әйеліңіз? Қырғыз, иә? Сонда қалай болып? Мамасы қазақ болып тұр ғой. Сіздің мамаңыз қазақ? Жоқ, енем сіздің мамаңыз деген сіздер ана ғой. Мама. Сіздің мамаңыз қазақ? Мені төреген әйел қазақ та. Мәссаған. Міне көрдіңіз ба? Қайда қашасыз енді? Мен қазақ қырғыз ұрышқанда мен не қыламын? Мен қайда барамын деген сөз. Кім? Папама барамын ба, мамама барамын ба десе. Мамама барамын ба? Міне қараймын. Мысалы, көрдіңіздер ме? Біз жаңағы қырғыз азаматтарда осындай тақырыптарды, мысалы, көкпарға қатысты, басқа қатысты ауыр сөздер айтатын кезде, осындай біздің мамасы қазақ, әкесі қырғыз, немесе керісінше қазақтарымыз да бар, сондайлар адамдарды да ойлау керек сияқты. Қалай ол бөлініп кетеді былай ше? Сондай ғой енді.
милеттер мисалы десек живой. Андан тышкары жаңа эме жөнүндө айткым келет. Кино жөнүндө тийип кетпедиңерби? Негизи бизде эң мыкты режиссер бар. Анын аты Руслан Акун. Мына бизди коноктоп, бизди ары бери көтөрүп жүргөн Назира журналист айымга рахмат айтмакмын. Негизи көп сүйлөшүп калдык, силерде бул кандай, тиги кандай деп үйүнө чакырып, чын эң даамдуу тамак үйүндө жедик кой. 5 бармак абдан даамдуу болду да. Ошол жерде айтып калды, тиги эме анын куруусу, жаңа мен Салам Нью-Йорк кино деген көргөм депчи. Салам Нью-Йорк бул кыргыздардын киносу. Көрдүм. Угуп турсуңар. Америкада түшүргөн. Ошо Руслан Акундун биринчи киносу болчу. Андан тышкары мына көп кинолор чыккан, жакшы, мыкты. Көк бөрөнү ошо тарткан, акыркы силерде да чыккан Бейшенен таманда. Ошо Бейшенен таманда чыгарга чейин да бизге подкастка келген болчу. Мен подкасттын тууралуу айтып кетчи, негизи рекламасын келгиле. Бизде Кыргызстанда эң мындай мыкты подкасттардын бири Жаратман подкаст дейт. Жаратман бул жаратуучу, силерде. Жаратуучу, ооба. Жакында Казакстанда филиал ачабыз, Жаратуучу подкасты. Ошо жерге келип айткан болчу, бизде башка мүмкүнчүлүк жок мындай өнүгүү үчүн. Жалпы казактар менен өзбектер менен жалпы бир болушубуз керек деп өз кинолоруна сөзсүз түрдө казак актерлорду чакырат. Мисалы Салам Европа деген киного силердин мыкты главный актерду бир казак ага аткарды. Мен премьерасына чакырды да, кинону көрүп бүтүп, тиякта ыйлаган жерден ыйлап, күлгөн жерден күлүп, аягында актерлордун баары чыкса, кыргызча сүйлөп аткан байке чыгып, казакча сүйлөйт. Мындай болду, тигиндей тарттык деп мен, апе кок ошондой да болобу депчи. Көкбөрөдө каарман главный актер казак болду. Салам Нью-Йоркто эле главный актриса. Актриса казашка, актер киши бар ғой. Кыргызстандыкы ғой. Азиз Бейшенели. Ол кыргыз. Кийимдүү кыргыз экен. Анау кызыл орамалды шынарым бар ғой. Кызыл орамалды шынарым бар ғой, койлум. Бейшенелиевтин акеси. Азамат жакшы билет. Мыкты актер. Кызыл орамалды шынарым. Шыңгыс Айтматов. Иә, соның бізде қойылады ғой. Кызыл орамал шынарым емес, негизи шынарым жалжалым, биякта театрда. Шынарым емес, шынарым менің шырайлым менің, иә? Солай аударды. Бізде кызыл жолук, жалжалым. Бізде Шыңгыс Шерхан Мұртаза аударды бізде. Бізде соған барған кезде, театрға барған кезде аншлаг бізде. Осы қойылымға аншлаг. Міне, мына жерде Қалибек Қонышбаев театры бар. Міне ашылды. Қалай басталады? Жабылғанша аншлаг. Соған әні бар ғой, соңында айтатын. Мә, кәдімгі жүрек тербеп тұр. Сенің олың маған ұқсаған. Иә. Бектөбиев айтады. Сұмдық қой енді анау бар ғой, кәдімгі тұрып, кәдімгі жарты сағат қол шапалақтап тұрады ғана жерде. Мысалы, мәдениет жайлы айтып отырсыз ғой. Мен әлеуметтік желіде сіздердің атақты әншілеріңіз қазақ, қырғыздың еңбек сіңірген қайраткері Саламат Садықова апамызбен жиі хабарласып тұрамын. Сіз бе? Мен сөйлесіп тұрамын. Қандай қарапайым кісі, қандай керемет ән. Көрдүңөрбү? Жалпы бизде чын абдан көп жер мындай бириккенге бар да. Кичинекей мүмкүнчүлүк толтура. Бир гана мындай сүйлөшүү керек, мамиле керек, бири-бирибиз менен. Ортак площадка түзүшүбүз керек. Балким медиа жакта. Подкаст ашуу керек. Жок, мага мисалы Казак кыргыз бир тууган деген подкаст. КК бир тууган деп. Балким кылабыз. Жакшы нерсе. Балким неге жок. Мен Бизде мынау Биздин жайдарман мүмкүнчүлүк бар Иә, бізде кім бар ғой? Жаңасыл сіз білесіз ғой? Азиз, түрікте Тілмаш деген. Мен қонақта болдым. Сізде болдыңыз ғой? Сізде болдыңыз түркі Тілмашта. Түркияда разговорник деген. Иә, күшті анау бар ғой? Токсоға қатыстырмадыңыздар? Ошол жерде менин досум Арсенди. Кыргыздардын оюн айтып жүргөн. Эмне болдуңар? Жалпы мораль, осы подкасттан түсінгеніміз, бізді бөлетін еш нәрсе жоқ екен.
бізді бөлетін көкпар емес, ол керісінше жақындастыратын біздің бір инструмент қой. Мысалға бағанағы Ирина Кайратовна мысалы инструмент, көкпар инструмент, қызыл орамалды Шынарым инструмент, тіл біз бағанағыда айтқан ешқандай переводчик қажет емес, 99.9% түсініп отырмыз ғой бір-бірімізді ше. Сондықтан бұл жерде барлық бағанағы қаңқу сөздер барлығы ол сол сөз күйінде қалу керек. Ал біз ұлт ретінде жалпы регион ретінде, аймақ ретінде өсеміз дейтін болсақ, мысалы Орта Азия ретінде өсеміз дейтін болсақ, біз осындай бағанағы сіз айтқандай ғылым, медицина деп жарысу керекпіз да негізі ше. Искусственный интеллект, Бішкекте мынаны ойлап тауыпты, Астанада осындай ойлап тауыпты деген сияқты біз ғылыми тұрда бір жаңалықтарға жарысуымыз бұл дұрыс болады деп ойлаймын. Ал мына жерде бір спорт үшін, жалпы спорттың мақсаты ол жақындастыру. Спорттың мақсаты жақындастыру. Башка темаңар көчмөндөр оюндар эмес беле? Келгиле, көчмөндөр оюндардын философиясы ошо да. Жалпы бириктирүүгө эң маанилүү. Жалпы Олимпиаданын миссиясы бул бейбитчилик кой. Дәл сол сыяктуу дүниежүзүлүк көчмөндөр оюндары дегенмен де бул да Олимпиада да. Және алдағы уақыттарда дүниежүзүлүк көчмөндөр оюндарының дүниежүзүлүк көчмөндөр оюндарында алдағы уақыттары мысалы мен көргім келеді. Қазақ, қырғыз, мысалы кеше француздар ойбай пәлен түген дейміз. Француздар ұтып кетті ғой бізді мысалы көшпенді ойыншысы. Мысалы неден садағат нысана көздеуден және тоғызқұмалақтан және якуттарында бізге ұқсайтын тоғызқұмалақ ойыны бар. Сосын қандай теңгілеуден осындай эстетикалық ойындардан мен бәсеке көргім келеді алдағы уақыттары. Және жоғарыда тағы қайталап айтайын, бұл көкпардың арасындағы бәсеке қазақ пен қырғыз арасында бұрында да болған, бүгінде кеше де болды, алдағы уақыттарда бола береді. Осылай жүрсек жүре береміз да, әсәңмә мәсәңмә деген олай емес. Меніңше жаңа жоғарыда айтқандай бәлкім командалық арасындағы бәсекелерді күшейту, басқа командаларында әлеуетінің күшеюіне мүмкіндік беру. Жарайды, қырғыздың ішінде өзара ойнай бересің, қазақтың ішінде жаппай көкпармен ойнай бересің, ол бөлек әңгіме, ол сенің өзің үйіңнің ауласында қызығың, концертің ғой. Ал жаңағыдай жерге келген кезде біз өзбек ағайындарға да, Ресейдің құрамында, Ресей Федерациясындағы түрік мемлекеттерге де көп мүмкіндік беруіміз керек деп ойлаймын. Яғни негізгі мақсат ынтымақ бірлік, одан бөлек насихатын күшейту, көкпөрден, көкпардан. Сол сіздер Изат, Бека және жоғарыда айтқанда құқықтық спорт бағана этика мәселелерін тағы да айтатын нәрселеріңіз қалып қалса, соны айтып қорытындыласақ. Айтыңыз. Жана көкбөрү жөнүндө сөз болбоду эми оюнчачы. Катуу спорт мындай эми Олимпиадада мен де сол ойдамын. Бирок карагыла, бизде көкбөрүнүн келечеги бар. Анткени мындай зрелище, мындай экшен кылган, мындай ошого окшош эмоцияларды башка жерден албайсың. Көкпарда жаман болмат деп айта алмайм. Керемет болду. Не дегеним? Ал Олимпиада оюну эч качан болбойт. Бирок мисалы UFC көрөбүзбү биз? Мисалы жесткий спортты туурабы, боксту башка жерден көрөбүзбү? Өзүнчө лигалары деле бар да, единоборство бар. Неге көкпардын орду болбошу керек деп? Көкбөрүнүн Изат коёйсуңуз, Изат енді сосын біз мынанда бір ескеруіміз керек сияқты. Әуелде қырғыз, қазақ, жалпы түркі мемлекеттестері дүние жүзілік деп алды ғой. Мәселе осында жатыр да. Дүние жүзілік деп алғаннан кейін де, біз дүниежүзі мемлекеттері шақырғаннан кейін де біз олардың талап тілектеріне де назар салуымыз керек та. Мәселен айтады, сіздердің мына спорттарыңыз біздің мына бағыт бойынша келмейді, біздің онда спортшыларымыз былай бармайды, көкбөріде біздің аттарымыз жарақат алады деген секілді олардың талаптары бар ғой. Сол себепті көкбөрі кәдімгідей экшн ғой, кәдімгідей сұмдықта Ридли Скоттың гладиатор ғой мәселен. Көкбар да керемет, бірақ дегенмен де біз өзара әрине қызық күшті, бірақ дегенмен де басқа елменен де осы ретте біз санасуды ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Олардың да талап тілеген, олардың да әңгімесін ескеру. Мысал бар еді ғой көкпарға байланысты. Қайсы? Ауылға байланысты. Не ғой? Мен өзім көкпарға бармағам.
өзім бірақ ауылда Мен кәдімгі қалай сөйлесем? атқамініп өскен баламын да, кәдімгі аттың үстінде аты бар, кешегі бар, кәдімгі ауылда өскен баламын. Менің ауылдасым кәдімгі бірге өскен бала көкпарда қайтыс болды да, мысалы. Кәдімгі ана ауылдың көкпарында Жаңағы қайтыс айтып болды. отқан сол қауіпсіздік қой, Соғысып, құлап қауіпсіздік, дегендей. Сондықтан болар мүмкін, менде бір соған бір қатты бір түрлі қараймын да көкпарға. Қашан қайтыс болды? Сол мектепті бітіргеннен кейін болды. Біраз жыл болды. Сондай болып тұр енді, көкпарда құлап қайтыс болып тұр. Бүгінгі бәйге керемет өтті. Бәйге ол әдемі. Бәйге Садақ ату біздің деген қандай әдемі. қандай керемет. Қырғызстанның қара қызы қандай әдемі. Мысалы басқа мемлекеттерден келді. Бәйге әдемі өтті. Ана бәйге деген енді финал деген сұмдық өтті. Мен мына өлеңді осы өткенде сақтап қойғам. Әдемі да? Бұлар кәдімгі әншілер ме, осы балдардың өзі ма, или басқа біреу ма? Өздері де. Осы өздері ма? Бұлар әншілер ғой кәдімгідей, иә? Жоқ, бұлар жөнеле балалар анан кейін. Тамаша. Жазып Жазып. Бірақ қазір запись қылышқан мұны ютубта нормально. Мен осыдан көріп сақтап қойғам, мынау хит болады деп. Ирина Кайратовна, сосын қандай әншілер тыңдайсыздар, қандай? Ой, барын білесіз. Қандай? Калифорния. Бастасыншы. Ирина Шиза бар. Рик Оның бірге өлеңдері бар ғой, қырықша. Рик бар. Мен де айта кетем аяғында. Танымайсыздар сіздер аны. Қазақтар талай таныдық. Рик бар. Дагин бар. Қайрат Нұртас бар. Легенда ғой. Еркес Махан бар. Калифорния. Жоқ. Жоқ, айтпай тұр. Роза Рымбаева. Роза Рымбаева бар. Мен өзім қазақта ең жақсы көрген ырым жаңа анашым деген ыр бар. Анашым шалқып күлсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамды ешқашан қартаймайды. Целый дүние да болшы, целый дүние. Біз айтпаймын, толтыра, сен білесің қазақтарын? Сеймо бар ғой, Сеймо. Маған мындай модерн қазақ артисттер абдан жағат. Жалпы Садрадин албетте сонырдайт. Өлі жағат, енілік. Скриптонит бар ғой, yok бұл. 91 бар. Енілік деген ырчыңар өлі жағат, еме жағат. Ән айт, біз айт. Әндетемін сені. Мирас жүгінсіз. Мирас, блин. Мирас. Барлығы бір кезегінің әншілері ғой қазір. Бар ғой? Аяулы жағат. Су, Делакур. Диляка пәкі шықады, пәкін деген аты. Жоқ, мұндай да сұрақ, қазір қайыр артқа кетеміз. Қырғыз ыршылардан кімді танисың? Саламат Садықова, сосын керемет композитор Төребай Қазақов, Түгелбай Қазақов, Жаңбыр төкті. Сосын менің сүйікті әншім бар. Мен екеуіңді құтқарып жатырмын. Сосын ең сүйікті әншім менің кім? Саламат Садықова мықты. Сосын кім? Чубак Сатаев. Чубак Сатаевты мен өте қатты тыңдаймын. Сосын сіздерде қай әнді айтады? Сіздерде Сарой деген ән бар. Өте ғажап. Салқын айт осынан, сағызған ғана ұша тез осынан. Осы Сарой. Сіздерде ол екі бастан мен қатты тыңдайтын Бек Бөрібиев. Бек Бөрібиевтің оның сарына несі боздап айтқаны сол бар. Содан кейін енді әрине ол бәріне қазақ пен қырғызға Қайрат Нұртас сияқты ортақ Мурас әнімен танымал. Мейірбек Атабек, сол әнді тыңдаймын. Сосын тағы сіздердің кім? Мә ойбай. Ана кім? Жоқ. Мөл-мөлімді ең бірінші айтқан. Дом немен, қомызбен. Сұлтан Садыралиев. Ол, соны көп тыңдаймын. Сосын жылқышы әнін ер азамат айтты бір, соңғы кезде тыңдадым сол. Бірақ мен көп тыңдайтыным Саламат Садықованың орындауындағы ең ғажап ән Алатау. Сосын Алатау, содан кейін Жаңбыр төкті, басқа әндерін. Сосын Мәскеуде шатаспасам Алатауды жан дауыспен айтты. Сол кезде апайға айтып едім, апай не қатты қалтырап тұрсыз ғой деп едім, өте ауырып шықты. Сол әншілер тыңдаймын. Жаназыл интернеттен қарап отыр. Қырғыз әншілері деп. Сұранамды айтатын бар ғой. Біз Қайрат Нұртас айтты да, оригинал Атабеков. Атабеков қой, сол әннің
Ауғанстандағы қырғыздардың кадрымен түсірген бір видеосы болды ютубта. Мен соны көретін болдым. Сатаевты білесіз бе? Кейін оны авторскиймен ба алып тастадым. Кәдімгі анау Ауғанстандағы тауда тұратын қырғыздар бар екен ғой. Ана Чубак Сатаевты көп қырғыздар білмейді дейді. Мен шаардықтар көп білмейді. Шынайыш керек, мойындалыш керек аны. негизи эле Чубак Сосын сіздерде бір әнші бар, бірақ енді қатты әнші, көбіне мына тауып берермін. Соның қатты міне бөлек әндері бар өздерінің. Маған қырғыздың әндерінің ішіндегі жол анасы бір боздап сарыны бар ғой, сарыны ше. Өзі сарын деген қалай бір басқа стилі бар да, сондай. Мен кім танимын? Құрманбек Бакиев, Асқар Ақаев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атабаев, Садыр Жаппаров. 5 адам. Айтпашы осы ретте. Сооронбай Жээнбеков бар екен ғой. Сосын осы ретте айта кетейікші. Біз көретін Қазақстандағы, Қырғызстандағы жалпы осы көп елге турист саяхаттайтын көп насихатталмай қалды. Қазақтың ең ұлы великий писатель, жазушысы Мұхтар Әуезовтің Қырғызстанда үйі бар. Қырғызстанда Бішкекте үйі бар. Бішкекте көбісі білмей Бізде білмейді. көше бар, Абай көшесі бар, Әуезов көшесі бар. Кеше сіздер Манастың Манасқа атында шықтыңыз. көше бар. Астанада Манастын эмеси бар экен, эстелиги бар экен. Апрелде ачылып Мен тур жаңы. Шыңғыс Айтматовтың кез келген шығармасын сұраңыз, мазмұнын айтып беремін. Кайсы эң жакшы көргөн? Ең қатты жақсы көретінім Жамила оңбаған, осы жігітпен кетіп қалды десем, маған қатты жақсы көретінім менің Ақкеме, ана бұғының өліп ең аяғы балаң қайтыс болатыны. Содан кейін Шынарым менің, Шырайлым менің Шерхан Мұртаза қатты аударды. Ол содан кейін Жамиля Екібастан. Сосын бірақ қатты ұнататын ұстаз. Мұғалім ба? Ұстаз. Учитель. Бірінші мұғалім, бізде ұстаз дейді. Соны Гүлсар енді өз алдына. Және мен Шыңғыс Айтматовты тек қана қырғыздың жазушысы есептемеймін, ол түркі әлеміне ортақ жазушы. Негизи Және ол қазақтың да жазушысы деп есептеймін. Өйткені өзі де айтады, менің бастауыма жалпы әдебиетке көп қалам басуына Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы әсер етті дейді. Және өзі де жалпы сол себепті мен кейбірде жақсыға, қазақта мақал бар, жақсыға ай менен күн де ортақ дейді да. Шыңғыс Айтматовты қазақтың жазушысы деп есептеймін мен. негизи Айтматов негизи жөн эле дүйнө таанытқан жоқ, мындай Түркияда да абдан көп. Жоқ, ол мировой писатель ғой. Англияда да жолугушат. Мен эң жакшы көргөн романы бул Кылым картар бир күн. Ғасырдан да ұзақ күн. Ооба. Ал болсо казактар жөнүндө да. Ғасырдан да ұзақ. Эң жакшы көргөн. Сосын мынандай нәрсе бар да, қазір бізді ютубта көретіндер бар да, мысалы біз осылай сөйлесіп отырсақ, енді біз жақта кішкене батысша сәл тура айтады, енді тіке айтады. Қазаққа жалбақтамаш қырғыздар, қырғызға жалбақтамаш, жаңағыдай бүйтпеш, сөйтпеш дейді да. Мен ойлаймын, жаңа жоғарыда айтқан, мені бауырымыз отыр, анам қырғыз дейді да. Яғни біз қырғызбен мәдениетіміз, руханиятымыз қай жағай жанында ол өмір бақи біргеміз да, күн батыстан шыққанша. Сондықтан да керісінше біз егер жаңағыдай ірткі салатын нәрсе іздей беретін болсақ, шыға береді шайтан ой. Ал біріктіретін нәрсе іздеген адамға табылады деп ойлаймын. Қайырлы түн. Ұйықтап отырсың. Бізде айтып қой, бедерін айтып қой, негізі мен ең жақсы көрген кином это рэкетирді, пропаганда. Айтпашы, осы ретте реклама жасың, рэкетир 3 жақында шығады. Қазақ жазушылардан кімді білесіз? Мен білмеймін. Ақындарды. Жоқ, мына кемі. Мұхтар Ниязов, Жамбыл Дөрес. Ақындарды білеміз. Ақындарды, айтыстарды көреміз. Аттарын, сындарын білмеймін. Кімдер? Білмейсіз. Легендарный Мұхтар Ниязов. Бегар Шойбек, Балғынбек, Мейірбек Сұлтанхан. Балғынбекті білесіз, Балғынбек Астана Бішкекке барып әні мен ненің қайсысы шоқ қыздар ма, қай несі шоқ қыздарға салып айда ма, қырғыз қазақ Алатаудың екі жағында тұрады деген бір. Мен үшінде ойғытсоңшы мұнда. Мен ойғым тұр, рэкетирден любой цитатаны айтып беремін да, мен цитаты рэкетирден. Белая камруха двоя? Белая камруха двоя, это ерунда же. С кем работаешь? С кем работаешь? Один работает. А ты знаешь, что одному сейчас работает? Нельзя. Ты на такой красивой тачке едешь. Плохие люди увидят. Ну, жерді, түліп сал жіберсек, жармады ғой, мына екеуі қырыл алады деп. Қашып тұрсың кәдімгідей. Жігіттер, керемет подкаст, керемет эмоция.
өкінішке орай біздің батарейкаларымыздың камераның батарейкалары қазір өшіп қалатын сияқты. үлкен подкастердің алдында зачем ойдыбайсыз? Сондықтан бір қорытайық. Мен сунушум келгиле аягынан астыга сен тарап каралы. Аягы 86 жалпы жігіттер танысқаныма қуаныштымын. Өзім мына көшпенділер ойынына барған жоқпын, енді жұмыс уақыты болды, бірақ баламды жібердім. Семьямды жібердім, барып көріп қайтыңдар деп, үйдегілерді жібердім. Жалпы өзіме ұнады. Енді көкпардың жағдайын көрдік, ол енді бір қатты не емес. Жалпы өсім бар. Соңғы кездері кәдімгі көшпенді халықтардың арасында бір даму, бір ортақ түсінісу, бір ортақ көзқарас пайда болып келе жатыр да. Маған сол қуантады. Жалпы маған әдеби, мәдени байланыстардың жақсы болғанын ұнайды. Жаңағы айтып отқан ортақ әндерді айтып отырмыз, әдеби шығармаларды айтып отырмыз, киноларды айтып отырмыз. Бізді байланыстыратын сол негізі. Екі ортадағы андай түсініспеушілікті бұзатын сол нәрселер. Жаңа ғана танысып отырмыз, бір сағат бұрын. Қазір кәдімгі ортақ әңгімеміз көп та. Әжептәуір әңгіме айтып отырмыз. Бір сағат болды, әлі де осыған жоқпыз. Сол мәдени байланыс көп болсын, араласып тұрайық. Жаңағы подкастты Астанадан ашамын десең, көмектесуге дайынбыз. Қонаққа қашан барамыз? айтып қойын бір нәрсе, сіз сұрап алдыңыз менен ше қайсыл аңшыларды білесің, жазушы білесің деп. Еске түсірді. Жоқ. Мен мәдениет адам емеспін. Мен спорт жақта жүрмін. Спорт жақтамын мен анан кейін мен Қазақстан спортшыларын көп білемін да мен. Головкиндер айтпай қойын, алар Серик Сапиев жөн эле ғой. Например, дейді, Майя Манезаларды білеміз. Сондан кейін Рахмоновты білеміз, Шавкатты, Асыл Алмабаев, Бекзатты білеміз. Сондан кейін боксерлар толтыра шыққан ортада. Анан кейін балбандар шықты, Демир Жадыраев оқшау балбандар шықты. Адан кейін қыздар шықты. Мадина шықты, бар ғой, сестры, да? Как сестры на казахском будет? Общелі сіңілі, апалы сіңілі. Ошолар. Шындай шықты, Жудаистер шықты, Елдос Сметов шықты. Жалпы осы өзіңіздің тақырыбыңызда. Біз өз жақта білеміз, ешті ойлау, кәмді жаспал, мұна қазақтар білмейді кен, қазақ қырғыз біледі кен, мен спорт жақта білем. Менде спорт Ақжол Махмутов, бірін сараңдар білеміз спортшын, бірақ мәдени әдеби жағынан енді білеміз. Дұрыс, мен өзім сол саясат өзім ойым. Жоқ, негізі жақсы подкаст болды, біз ертең бұйырса ұшамыз Бішкекке. Өте соның күндер болды, бір жұма. Кәдімгідей, негізі бізге ор болды, іштедік та. Бірақ қансадағы ошол Астананы жүріп, айланып, Назир ағайымға чоң рахмат. Көрмеді, бірақ бұл ошол суретін шығарып қоямыз. Чарпасар. Ошол журналист, біз коллега деп, бізде ошол шарды көргөзүп, байтерек алып барып көргөзүп келди. Астананы көрдік, елді көрдік. Эми біздің мен Қазақстанда көп жерде болғам да. Атыраудан баштап, Өскеменге шейін барғам. Ақтөбеге барғам. Ақтөбе менің қалам. Ақтөбеге барғам. 100 теңгеге. Димаш Құдайберген, Ақтөбе. Соның жар. Ақтөбе столица мира. Эй, бар ғой. Ақтөбе сен көп жаса. Жаным фида olsun саған. Ешбеше дейшілма, сені sevgim бұл дүниеде. Бұл вообще түркче да, бірақ ладно. 13 сектор, красавчики. Ақтөбе, жарнамаңыз Қырғызстанда жүр. Ақтөбе командасы. Транссектор мықты ғой. Негізі ошо айтқым келеді. Негізі бізде ортабызда граница деген нәрсе, ал бәлкім материально тұрыш мүмкін, мұны кәдімгідей. Бірақ сізде ортабызда граница деген нәрсе, чегара деген нәрсе жоқ та. Елдер арасында чегара жоқ. Чегара тұра берсін аяқта, кәдімгідей мақұл. Ресми тұра берсін. Бірақ елдің арасында сіз менен біздің ортабызда чегара болбош керек, мен ойлаймын болбойт ешқашан. Алмас туғаның құтты болсын. Соған айтам, қоймайды дейді ол. Жалғыз естіп отыр, жалғыз бастарында өзгескет отыр. Бірінші жоғарыда айтқандай, дүниежүзілік көшпенді ойындары Астана потологын қойды. Ұйымдастыру, ашылуы, инфрақұрылымы өте таң-тамаша болды. Енді біз осы елдің азаматтары бәлкім бір мақтай берген сияқты болып көрінгенмен, бірақ сырттағы мына бауырларымыз да басқа елдің азаматтары да тәнті болғанын айтып отыр. Сосын екіншісі жоғарыда айтқандай, дүниежүзілік көшпенді ойындарындағы кейбір спорт түрлерін әлі де насихатынан бөлек дамыта түсу,
әлі де жаңа командалық сайыстарды жетілдіре түсу секілді күн тәртібінде өте көп мәселелер бар. Ол реттеледі деп ойлаймыз, жауапты азаматтар бар. Үшіншісі, жоғарыда айтқандай, мәдени, рухани байланыстар жалғаса береді. Тағы да сөзімді қайталағым келіп отыр, енді қайталай береді дейтін шығарсыз, бірақ сүйегім қазақ, етім қырғыз, қыз алысып, қыз берісіп, құдандалып отырып, әсіресе мына Тараз, Меркі, Қордай, Алматы жақтарда туыстас болып отқан азаматтар бар, адамдар. Сондықтан да менің ойымша бір тағы да қайталап айтайын, іздеген адамға жаманшылық көп, бірақ бірігем деген адамға себеп те одан да көп та. Тіпті жаңа біз бір дүниежүзілік көшпенді ойындарын айтамыз, оның миссиясын айтамыз, көкпар деп тұрды. Тіпті біз киноны айтып кеттік, Айтматовты айтып кеттік, мәдениетті айтып кеттік, біздің әнімізді айтып отыр. Сол себепте жоғарыда айтқандай бірігем деген нәрсеге себеп көп. Және жоғарыда айтып өткендей тағы да қайталап өтейік, енді дүниежүзілік көшпенді ойындар алдағы уақыттары жалғаса береді. Және жаңа жоғарыда айтқандай құқықтық мәселесі, этика мәселесі тағы да қолға алынып, сіз айтқандай қазір 30-шы Париж олимпиадасы өтіп жатыр ма? Бұл 5-ші дүниежүзілік көшпенді ойындар. Ел аман болса, жер аман болса, алдағы уақыттар жалғасып, әлі де пісе түсіп, әлі де қорытындысы бір тоқтамға келіп жетіледі деген ойдамыз. Сондықтан да аспанда ай мен күндей болған қырғыз бен қазақ аман болсын. Бітімгерлігіміз, бірлігіміз жасай берсін. Алмас, біріншіден саға чоң рахмат. Ошо эме бияка чакырганың чын эле жакшы сүйлөшүү болду, жакшы отурдук дегендей. Мен азыр ойлонуп калдым да, бияктан акыркы билбейм 2 жылда канча жолу Казакстанга келдим депчи эсептеп баштадым. Мынча тигинче депчи. Анан жаңылышдым, анткени абдан көп келип баштаптырмын да. Казак досторду да Бишкекте коноктогондорун эстеп баштадым да. Тияктан бирөө келет, бияктан бирөө келет, мындай болот депчи. Буга чейин мисалы билбейм бир 5 жыл мурун мындай жок болчу мен жашоомдо. Жалпы мен жашоомдо тиякта барсаң бир жылда бир жолу Алматыга барып келесиң, быйыл болсо тияка музыкальный фестивалга Алматыга барып келдик. Андан кийин Шамал деген фестиваль, Билем Шамал. Шамалга барып келдик. Андан кийин жумуштар менен Алматыга 1-2 жолу барып келдик. Андан кийин эң биринчи жолу мен Астанага келдим. Ойлоп атам да, мен абдан чоң жылыш бар. Азыр мындай интеграцияга, достукка, мындай көп сүйлөшүүлөргө. Ойлойм, казак-кыргыздын келечекте дагы мындай барлашуулар көп болот. Көрүп атабыз, мисалы даже силердин эң популярдуу подкастыңыз Канага, Замандаска көп кыргыздар келип турат. Мындай байкайбыз ал жерлердин. Ошол үчүн достук болсун. Туган күнүң менен? Бүгүн мен туган күнүмдө достарымызды жинап бүгүн подкаст жазып отурдук. Негизи туган күндү осылай каршы алган кызык экен, негизи бар го. Подкаст туган күндө подкаст жазып аткан. Шмидттен кийин менин келинчегим туган күнү үйгө кайтуум керек. Не болуп кетти, курсун. Рахмет сиздерге, шакыртууду кабыл алып, бирден резко болуп кетти негизи. Бүгүн гана багана саат түстө гана шештик осы подкастты түсүрүүдө. Бирден Изатка жаздым, бирден Азаматка жаздым, одан кийин биз жаңысыл экенбиз. Сөйтүп Мен өзүм келип алдым, мага жагдырбай сөйтүп өйткөнү бүгүн энди эртең сиздер кайтасыздар, Бишкекке кайтасыздар, сондуктан Конокко кел. Буюрса міндетті түрде. Тек Алмас барсың ба? Сиз келиңиз. Сондуктан көп рахмет. Жаратман подкасты, мен подкастыңызды алдында карадым, танышкандан кийин шынымен өте замандастың деңгейиндеги подкаст қой негизи Кыргызстандагы. Сондуктан ары карай сәтімен болсын барлығы. Сіздерге ертең жолдарыңыз болсын. Біздің аға досымыз бар, Нұрсейіт Жылқышыбай деген. Сол Нұрсейіт Жылқышыбай өзінің сұхбаттарында
өзінің өнімі шағын кәсібі бар, сол өнімінен сыйлық беріп отырады. Бізде енді соны ертең жолға кетіп бара жатсыздар, самолетті жесін деп сіздерге мынандай бір сыйлық бар біздің. Осындай сыйлық бар. Оны мен Нұрсейіттен үйрендім, өйткені Нұрсейіттен үйрендім. Өзінің өнімін өстіп сұхбаттасқан адамдарына береді. Бұл жидек деген бағана дәнек дедіңіз ғой? Дәнек, осындай сухофрукты енді. Түсінікті тілмен айтқан кезде ше. Кімнен үйрендіңіз, Алмас? Нұрсейіт Жылқышыбай деген аға досымыз бар біздің. Тілде қалай істеп айтамадық. Күтіп отырмын. Бұл біздің отбасылық кәсіп. Біздің мына слоганның өзі тату үйдің тамағы тәтті. Түсінікті ғой, тату үйдің тамағы тәтті. Егер тату это достық, дружный, да. Все понял. Эми түшүндүм. Егер дружный болсаң, үйде де бәрі жақсы болады деген ба? Мен сондай. Сол, көп рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Да, мен жеп алайыншы мен. А то бір түрлі екен. Күтіп отырсақ ойса. Барлықтарына көп рахмет, жолдарыңыз болсын. Аман есен Қырғызстанға жетіп, сол жерде бұйырса, сіздер жеткенше бұл подкастты да бұйырса шығарып қаламыз.